Примерно қанша тұрады? 25-30 жаласып кетсе. 20. А? Примерно 20 болады. Ну, 20 болмаған. Ну, ол не левый деген аты бар. Неше квадрат ол? Ну, бір 11-12 миллиондай аласыздар ғой, примерно. 12 миллион. Ана жерден расчетпен егер 23%-бен алып жатсаңыз 15 жылға, онда айына қараңыз 238 мың теңге шығады екен. Залог қойылады. Үй залогқа қойды. Просто сіздер келесіздер, үйді залогқа қойды, маған ақша шығарыңдар десең, үйді пайызын береді. Все 238 мың теңгеден алып отырасыз. 6 айға қоясыз, 6 ай жатады. Ну, сіздердің вознаграждениеңіз бар, 6 ай болмайды, мүмкін 4-5 ай болып кетуі мүмкін да. Все, 12 қосып, бұл жақта счеттарыңызда 3 миллион бар, иә? 3 миллион бар, жарайды 15 миллион болды, 15 қосып, 30 миллионға, в принципе, жақсы двухкомнатный, может, старый трехкомнатный алуға болады. Ал 30 миллионның ай сайынғы платежі 7,5%-бен 221 700, иә? Иә, грубо болсын. 222 мың теңге.